Саламатсыңдар ма, балдар? Бүгін біз 4-ші сынып қазақ тілі 111-ші сабақты талқылайтын боламыз. Видеоны көрмес алдын арнама тіркеліп кетіңіздер. Байқоңырым, мақтанышым, сын есім. 33-ші жаттығу, мәтінді тыңда. Байқоңыр, халықаралық ғарыш айлағы. Ғарыш алаңы ғарыш айлағы ғарыштық ақпараттарды құрастыруға, сынап ұшыруға арналған ғимараттар мен техникалық құралдар орналасқан жер. Байқоңыр бүгінгі таңдағы халықаралық ғарыш айлағыды. Одан көптеген елдердің ғылыми және коммерциялық зерттеу бағдарламасы бойынша жердің жасанды серіктері, сондай ақш, Германия, Франция, Үндістан ғарышкерлерінің интернационалдық құрамы мен ғарыш кемелері ұшырылады. Байқоңырдан Восток, Восход, Союз, Прогресс сипатында барлық ғарыш кемесі Салют, орбитикалық станциялар ұшырылады. Қазақстан жерінен аспанға космос, протон, зонд, прогноз топтамасын қамтыған жердің ондаған жасанды серіктері жіберілген болатын. Бұлар халық шаруашылығының ғарыштағы бағдарламаларын жүзеге асыру мақсатында жасалады. Олардың байланысу құралдарын метеорология, биология, қорғаныс экономиканы дамытудағы маңызы зор болды. Дүниетану анықтамасы кітабынан алынған. Тыңдаған мәтіннің негізгі тұстарын белгілеп ал, сол бойынша мазмұнын айт. Бұл жерде Байқоңыр халықаралық ғарыш айлағы жайлы айтылған. Ғарыш алаңы жайлы айтылған және де қай елдің өзінің елдің атауында, яғни ғарыш кемесін бізге аттарын берген. 34-ші жаттығуға өтетін болсақ, алдымен мәтінді толық оқы. Содан соң сын есімдерсіз оқы. Сонда мәтін мазмұнында қандай өзгеріс болғанын айт. Ғарыш кемесін орбитаға шығару үшін қуатты зымыран қозғалтқышы мен отын қажет. Ал зымыран жоғарғы температураға төзімді, жеңіл материалдан жасалуы тиіс. Мұның үстіне ғалымдардың ғарыш кемесі мен жер астында сенімді байланыс құралдарында ойластыру керек. Сын есімдер не үшін қажет екенін түсіндір. Негізгі сын есімдер жоғары жеңіл, туынды сын есімдер қуатты, төзімді, сенімді. Мәтінді көшіріп жаз. Сын есімдерді астынсыз, қайсы негізгі, қайсы туынды екенін айт. Бұл жерде туынды сын есімдер қуатты, төзімді, сенімді. Түсініктеме: негізгі сын есімдер түбір сөз ретінде қолданылатын басқа сөздерден жасалмаған сын есімдер. Мысалы, жоғары жеңіл. Туынды сын есімдер басқа сөздерге жұрнақ жылғану арқылы жасалған сын есімдер. Мысалы, қуатты, төзімді деген сияқты. 35-ші жаттығуға өтетін болсақ, берілген сын есімдерге сай келетін затты тап. Неліктен сол затты айтқаныңды дәлелде дейді. Бұл жерде біз шаш пен бөлмені аламыз. Яғни бұл жерде біріншінде шаш қалың, ұзын, бұйра, қысқа. Бұл жерде заттың сынын келтіріп тұр. Заттың сынын келтірсек, яғни оны шашты қойсақ болады. Мысалы, оны шашты сипаттап тұр. Қандай сынын, сапасын, ұзындығын айтып жатыр, иә? Ал екінші бөлме, кең, биік. Бұны бөлме деп алсақ болады. Қандай бөлме? Кең бөлме. Қандай ұзын, биік деген сияқты дәлелдесек болады. 36-ші жаттығуға келетін болсақ, жұмбақты жатқа жаз, шешуін тап. Үлкен алтын табақтан әлемге нұр таратқан. Бұл жерде бір оқып дәптерге жазып аламыз. Сын есімдерді тап. Сын есімдер үлкен алтын. Жұмбақталған зат туралы тағы қандай жұмбақ білесің? Өлең жұмбақ. Бір үйде қос сұлу қыз ағайынды, екеуі қызықтырған талайыңды. Жүдемес 4 маусымда мұңаймаса, тұрады нұрға малып маңдайыңды. Жұмбақтың жауабы ай және де күн. 37-ші жаттығуға өтетін болсақ, шығармашылық үзіліс. Егер сен құрастырушы болсаң, қандай ұшақ түрін құрастырар едің? Кестедегі мәліметтерді пайдаланып, менің ұшағым тақырыбында мәтінді құрастырып жаз. Бұл жерде салмағы, жылдамдығы, түсі, пайдасы тұр. Ал ендеше, егер мен құрастырушы болсам, адамдарды тасымалдау және уақыт үнемдеу үшін
түсі көк, салмағы 200 тонна болатын көп адам сиятын ұшақ құрастырар едім. Оның қызметін көрсету сапасын да жақсартуға тырысар едім. Мысалы, жүк салатын орнын ыңғайлы етіп жасар едім. Ұзақ сапар кезінде жолаушыларға арзан әрі тиімді бағада әс мәзірін ұсынар едім. Сонымен қатар кішкентай балаларға арналған жатын орында барынша қолайлы етіп ұйымдастырар едім деп шығарма жазсақ болады. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін сау болыңыздар.